Сәлем! Екінші дүниежүзілік соғыс көптеген адамдардың өмірін қиып, 1 миллион адамның, соның ішінде балалардың да өмірін сындырды. Бірақ қайғыда тағдырдың бәрі бірдей емес. Кейбіреулері бәлкім адамның ерекше қасиеттерімен де ерекшеленеді. Тіпті ол әлі де өте кішкентай болса да. Бұл дәл осындай тағдыр туралы оқиға. Сережа баласы ағашта биік отыра береді. Ол анасына мақтанады. Оны өзенде кір жуып, балық алып жатқан үлкен ағасын көрді. Кенет аспанда жау ұшағы пайда болады да, анасы ұлдары паналауға тығылып қалсын деп айқайлайды. Бала қорықпайтынын және бүрмен мүйізді оқтайтынын айтады. Келесі оқ ату арқылы ол тағы бір жойғыш ұшақты атып түсіреді. Сережа анасы мен ағасын шақырады, бірақ олар неге екені белгісіз, жанында жоқ. Бұл түс қана еді ғой. Ал баланы онымен бірге қашуға көндіретін көршісі болады. Себебі оның туыстары партизандардың көмекшісі ретінде өлтірілді. Егер Сережа оны тапса, оларды автоматты адамдар ұстап, әйел баланы терезенің сыртына қойып, өзі оқтан қаза табады. Сережа орманға жылаған күйінде қашып кетеді. 6 жасар бала қараңғыда ағаштардың арасында қаңғып жүр. Жоғалған және қорыққан. Ол анасының өліміне сене алмайды. Орманда ол біржола адасып кетті. Таңертең ол өзеннің жағасында жан түршігерлік жау сарбаздарынан жасырынып жүр. Бірақ ағаштың түбіріндегі кішігірім баспанада оны қауіп-қатер күтіп тұр. Онда жылан шығады. Қорқынышпен күресіп, Сережа айқайламай, соның арасында аман қалады. Бала әлдебір ашаршылықты азайту үшін немістердің қалдықтарын таңдап алады. Артиллерияның қатты оқ атуы баланы қорқытады. Тек түсі ғана оны тыныштандырады. Анасы ағасымен бірге қос сүт құйып жатыр. Сережаның күші таусылып жатыр. Ол азып тозып қалды. Ессіз күйде ол жанында білетін жігіттен оған көмек әкелуді сұрайды. Соңғы сәтте оны кеңес әскерінің сарбаздары тауып алады. Бұл баланың өлімі туралы шатырға кіргізіліп, қолынан жараланған басты ер адам Сергеевич деп танылды. Сережа сұрақтарға жауап береді. Бәрі де оның барар жері жоқ екенін түсінеді. Енді ол жетім. Сонда аспаз ыстық тамақ әкеледі. Ал сарбаздар баланы қамқорлықпен қоршауға тырысады. Келесі күні сарбаздар көшеде отырып сөйлесіп әзілдейді. Баланы тапқан Андрей, барлаушы, неміс тілін үйренеді. Әзірге тігінші Яков Моисеевич оның формасын жасап жатыр. Олардың арасында бір сондай ординарлық Реза мен ескі Егор Максимовичті де білеміз. Жау әскерлерінің шабуы олардың диалогын үзген кезде әзіл аяқталады. Медпунктте медбике Катя апай Сережаның денесіндегі жарақатқа күтім жасайды. Бала командир Кузнецовты сұрайды және оның ордендері мен қорықпалары туралы мүмкіндігінше көп білгісі келеді. Сережа кішкентай кезінен бастап соғыспен, жаулармен және жақындарының өлімінен қоршалған. Сол себепті ол еркек, күшті және қорықсыз қорғаушы болуды ойлайды. Андрей мен медбикелер жолда табылған ешкіні полк алып келгенше, Кузнецов балаға барып, оның оған байланғанын сезінеді. Ол әкесін көріп үлгі-өнеге болады. Сережа батылдығы үшін орденді және атаулы тапаншаны көрсетуді сұрайды. Бірақ мұндай мінсіз адамның бәрі бірдей емес. Міне, менің ұшағым жоқ. Медбике командирден баланы тастап кетіп, оны майдан сызығынан қандай да бір балабақшаға жібермеуді сұрайды. Ол да басқалар сияқты жауапкершілікті өзіне алуға дайын. Командир мұндай идеяны ұнатпайды. Балаға бұл жерде орын жоқ. Медбикелер құжаттарды толтырып, Сережаның болашағын талқылайды. Катя егер қазір талға жіберілсе, оны ешқашан таба алмай қорқады. Екінші медбике Рита Кузнецовты жарғыдан ешқашан алшақтап кетпейтін погондарға кінәлі деп атайды. Жауынгерлер де балаға байланып, Егор Максимович командирден оны полкке тастап кетуін сұрайды. Ол олардың не үшін соғысып жатқандарының символы. Олардың балалары барлық бейбіт тұрғындарды күтіп отыр, бірақ командир басқаша қамқорлық көрсетеді және мұнда болу бала үшін қауіпті екенін түсінеді. Ұрыс жалғасуда. Катя далалық және танк отының астына жараланған солдатты окоптан сүйреп әкетеді. Кузнецов қолының зақымданғанына қарамастан жасақты шабуылға шығарып, жаралғандарды жауып отырады. Шайқас аяқталды. Ал Сережа сауығып лагерде серуендеп жүр. Сол кезде баланы тылға жіберу үшін машина келеді. Командир оған қоштасуға ағаштан қиылған есімдік тапанша сыйлайды. Сережа Николай үшін қатты қорқып, оны күтетінін айтады. Майор өзінің жарғы бойынша оқуға мәжбүрлей алмайды да, балаға оны асырап алуды ұсынады. Күні ашыған сарбаздардың енді өздеріне қалай қамқорлық жасайтындарын білмейді. Яков Моисеевичтің шеберханасында Сережаның пішінін қандай мөлшерде тігу керектігі туралы дауыстап айтылады.
ал балаға бейбіт өмір мен ана туралы түсі жалғасып жатыр. Медициналық пункттен ол командирдің шатырына көшіп келді. Кузнецов оны нағыз әскери киімді сыйлау үшін оятып, уақытша киінуге үйретеді. Полк жау авиациясының кезекті шабуылына ұшырап, Сережа соғыс хаосының ортасында көрінеді. Бала жараланғандардың арасында жүгіріп жүреді, қайда кететінін білмейді және туған-туысқандарынан айырылудан қатты қорқады. Далалық дәрігер балаға артық үрей туғызған үшін ашуланып, қазір тек жеңіске сеніп, қолынан келгеннің бәріне көмектесу керектігін үйретеді. Бала нұсқауды қабылдайды және лазаретте жараланғандарға су таратады. Олардың бірі көзі зақымданған хатты оқуын сұрайды. Бірақ Сережа оқи алмайтын болып шықты. Сондықтан ол жүрісте ойлап таба бастайды. Ол сарбаздардың көңілін көтереді. Содан кейін оларға ән айтады. Жекпе-жектен кейін Катя баланы тыныштандырады да тізесінің үстінде ұйықтап қалады. Оларға Кузнецов келеді. Бірақ бұл жерде Сережа ең қолайсыз сәтте оянады. Оны тек жау жеңген-жеңілмегені ғана қызықтырады. Ол Кузнецовты әкесіндей атайды. Сережа қорқынышпен күрестегі жетістіктерді туралы айтып береді және командирдің нағыз көмекшісі болғысы келеді. Бала соғыста әркім өзінің шеберлігімен құнды екенін түсінеді және кімге сейлеу керектігін сұрайды. Олар Яков Моисеевичтің қираған шатырына келеді. Сережа ересектерге еліктеп, абыройын көтеруге машықтанады. Ол командирден поштаны тарату туралы алғашқы нағыз тапсырманы алады. Барлық сарбаздар тылдағы хаттарға өте қуанышты. Пошташы оған хат алған сарбаздарға би билеу дәстүрінің бірін үйретеді. Күндердің бірінде бала лагерден өзенге шығады және жақын жердегі даланы бақылауға әуестенеді. Дүрбіден ол шөп ішінен біреудің аяғын тауып, бұл туралы Андрейге хабарлауға асығады. Тіпті барлаушыларды өзімен бірге баруға көндіреді. Күзетшілерді жүргізушімен бірге машинамен қатар жидек жинайтын Катя мен Ританы жол бойымен тыңдайды. Бірақ Кузнецов үйленбегенін түсіндіреді. 3 барлаушы шөп төңірегінде барып, оны өртеп жібереді де, сол жақтан тұтқынға алатын 2 жау жетекшісі темекі шегеді. Сережа хат таратуды жалғастырады да сарбаздардың бәрі де биді билеп, қуанышқа бөлену үшін тапсырмадан қайтып келе жатқан жоқ. Сережаның шынайы еңбегі байқала бастайды. Ол нағыз қару-жарақ пен атақ алуға әзір. Бала асырап алуға ресми рұқсат келеді, яғни бала полкте қалады. Николай мен Сережа Катяға қуанышты хабар беруге келеді. Олар өзеннен қыз табады. Бірақ олар оны іздеп жүрген жалғыз адам емес шығар. Катенька, бұл сізге. Сарбаздың қам-қарекетін қабылдамайды да, оны қашып кеткен Сережаның астынан артық назардан құтқарады. Бірақ сырттан бақылаған майор Кузнецов жақындауға батылы бармайды. Кезекті шайқас кезінде Сережа батыл түрде окопқа патрондарды таратады. Жау отынының астында жүрген Егор Максимович ол үшін алаңдайды да командирлік блиндажыға паналауды сұрайды. Бала бас тартады және тек аға адамның бұйрығы ғана қолданылады. Сережа оны орындап, жасақтардың бірімен блиндаждардан шайқасты бақылайды да Кузнецов оны қалпына келтіруді бұйырады. Сережа пайдасыз болып қалғысы келмей, бұл тапсырманы да ұрлап алады. Ол сымды тауып, окоптан жыртып кетеді. Жараланған сарбаздардың ол сымдарды дұрыс байланыстырып, қорғаныс желісін жөндеуді біледі. Сережа мен сарбаздардың бірі ұрыстан кейін отырады. Үлкен және кіші аюдағы жұлдыздарға қарайды. Бала анасы мен қызын көреді. Дұшпандарды жеңіп қана қоймай, адамдардың үйленіп ғашық болуына да алаңдайды. Махаббат деген не? Сережа бұл сөзді есте сақтап, келесі күні Катяға барып, әкесі қатты ауырып қалды деп айқайлады. Ол өз істерін тастап көмекке асығады. Онда ештеңеге шағымданбайтын, тыныш ұйықтап жатқан Николайды ғана табады. Бала тіпті үлкендер бір-біріне өзі айқын сезімдерін мойындауды үшін өтірікке де барған. Бірақ бұл жерде Николай не айтатынын таба алмай отырма. Катя қашып кетеді. Бірақ Кузнецов оның соңынан жүгіреді. Полкке Сережа қатты ұнайтын қызметтік иттері бар нұсқаушы Коля келеді. Иттер жауынгерлерге ұрыс алаңында алғашқы көмегімен жараланғандарды есінде ұстап, бинт әкелуге көмектесуге үйретілген. Бала иттің жегінушіге мінуді сұрайды, бірақ иттер мысықтың артынан да қуа бастайды да, оны тура мина даласына апарады. Мотоциклдегі Реза соңғы сәтте иттердің жолын бөгеп, Сережаны құтқарады. Ол тағы да баяулап, алаңдайды. Ұрыс алаңында ол сенімді әрі батыл, ал оның алдында бала сияқты сөздерді шатастырады. Бірақ ол бәрібір сәтті шығады. Майор олардың позицияларын өзгертетін уақыт келді және ертең сөз сөйлеу керек деген бұйрық алады. Сарбаздар ауылды жолмен жүреді. Жол бойында олар ауылды аялап, жергілікті тұрғындардың үйіне қонақ болады. Сережа ақыры құрдастарымен кездеседі, ал үй иесі әдеттегідей ұсталған адамның ас үйдің ортасында еденде шатыры мен едені жарып, өткен неміс авиабомбасымен қалғанын қайтады. Ал қазір сонда. Барлық шұғыл түрде көшеге Кузнецов пен
командасымен жүгіреді. 200 сапер. Бомба үйден шығарылады. Күшін қалпына келтіріп снарядты шешті. Полк ары қарай жылжиды. Кенет колонна Сережаны машинадан лақтырып жібереді. Бірақ бақытқа орай ол жараланбаған. Соғыс аяқталған. Реза туралы не айтпайсың? Полк қалған әскермен қосылып, Сережа Николаймен бірге генералдың назарына түседі. Бала оған кезекті тапсырма беруді сұрайды және оны киім-кешекті тексеру үшін екінші ротаға жібереді. Ол жерде оны шынайы қабылдамайды және сағынышты тапсырмалардың орнына шоколадты шай ұсынады. Бірақ бала ерік жігерін көрсетіп тәубеден бас тартады. Екінші рота жабдықтарды тексеру үшін салынады. Сережа жазуды білмейді, бірақ тапқыр бала офицерден ол үшін етігі жыртылған жауынгерлердің тектерінің тізімін жасауды сұрайды. Генерал риза, ал Сережа әкесінің жеке өмірін ұйымдастыруға тағы да мүмкіндік береді. Катя дивизиялық гвардиялық атағымен марапатталады. Сережа оны орденмен қалай марапаттауды армандайды. Ол сап бойымен жүріп, өзіне дос болған сарбаздар мен өлілер мен оны тапқан тірі Андрейді көреді. Қайырлы болыңыз, Реза, Яков Моисеевич және басқалары. Олардың бәрі де оны мақтан тұтады. Тағы да оның қиял ғажайып шындығын үзеді. Олар Николаймен бірге әуеден тікелей атқылауға түседі. Сережа командирдің шұңқырына тығылып жатқанда блиндажға сынық тастайды. Бала ауыр бөренелерді жылжытуға тырысады. Ол көмек іздеп қашып, командирін құтқаруға асығып бара жатқан сарбаздарды тауып алады. Николай ауыр жараланғанымен аман қалды. Госпитальда оған Катя күтім жасайды, ал Сережа оған баруға келеді. Николай баланы жігерлендіреді. Тағы да еркектер жыламайды деп қалай айтуға болады? Бірақ бала өзіне нағыз әкесі болған майорды көргенде көз жасын тежей алмайды. Бұл оқиға Сталинград шайқасына қатысқан 6 жасар Сережа Алевскийдің өміріндегі нақты оқиғаларға негізделген. Полкімен бірге Польшаға дейін жетіп, жауынгерлік еңбегі үшін медальмен марапатталды.